Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында осындай әдемі үлпілдек булочка жасайтын боламыз. Алдыменен мен заттарын дайындап алдым. Міне керек заттарымыз. 2 жұмыртқамды табағыма дайындап аламын. Бұны енді жайлап миксерлайтын боламын. Бұған шетінен қантты қосып отырамын. Бұған кішкене тұз саламын. Сары май саламын. Тағы да араластырамын. Бәрі жақсылап араласу керек. Бұған енді жылы сүтімді құямын. Енді бұған ұнымды салып қамыр илейтін боламын. Қамыр қопсытқыш салдым. Дрожь салдым. Енді қолмен араластырып қамыр илеймін. Жұмсақ болу керек қамыр. Жұмсақ болса, булочкамыз да жұмсақ болып жақсы көтеріледі. Шет-шетін тазалап жіберейін. Міне қамырымыз да дайын болып қалды. Қолымызға жабысып жатыр, кішкене сұйық май құйып. Пакетке салатын боламын бұны енді. Пакетке салып, көтерілгенше қойып қоямын. Мынаны ашығанша, булочканың қамыры. Міне наным көтерілді. Бұны енді бөліктерге бөлемін. Жұмсақ болу керек қамыр. Осындай өзімізге ыңғайлы қылып өсейтіп домалақтап алдым. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызды шығара берсеңіз де болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай түйіп. Ішіне қалауларыңызша өрік, мүйіз, мак бола ма, вареная сгущенка бола ма, қалаған салмаларыңыз сала беруге болады. Жабысып жатыр қамыр. Оның көмегімен өсет домалақтап жайып алдым. Көрсетейін түйілу жоқ. Тағы бір рет анықтап. Мен ішіне үй жем салдым, кішміш.
Екі шетті сөйтіп жабыстырамыз. Тағы да манты түйген сияқты жабыстырамыз. Қолға жабысып жатыр, жұмсақтық. Осы шетін тағы да түйеміз. Гүл сияқты болып шығады. Қолға жабысып жатыр, бұл ештеңе етпейді, көтерілгенде өзі құрғап кетеді. Бетіне бір кішміш қойып қойдым, әдемілік үшін. Әрі балдар жақсы көреді, кішміш пайдалы. Міне, анықтап көрсетейін. Бәрін өсіп түйіп алдым. Бұны енді листіме салып, бетіне жұмыртқа жағып, пеште пісіріп алатын боламын. 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Міне булочкам дайын. Жасап көріңіздер үйде. Міне, өте жұмсақ. Маған қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Рахмет. Аптаңыз дәмді болсын.